Бүгін айтатын оқиға Қазақстанның ең танымал тылсым оқиғаларының бірі. Оқиға кішкентай ауылда болған. Тұрғындардың барлығы ауылдың терең тарихында сұмдық құпиялар жатқанын еш білмейді. Аңыз бойынша, осы ауылдың маңайында тұяқты қыз деген тылсым тіршілік бар екен. Оны көргендер ол туралы айтпайды, ал естігендер оның бар екенін айтқысы да келмейді. Бірақ бір күні ауылдың тұрғыны бұл қорқынышты шындықты өз көзімен көреді. Ауыл шетінде жағдайлары төмен Анар есімді жас қыз тұратын. Оның 17-де болатын және әрдайым жалғыздықта өсетін қызы болды. Әкесі жоқ, анасы болса ауру еді. Анар болса бар күшін анасына қамқор болуға жұмсайтын. Ол ерте тұрып, орманға барып, жидек теріп, отын жинап, ауылдағы шаруаларды істейтін. Бірақ соңғы айларда анасы қатты ауырып, төсектен мүлдем тұра алмай қалды. Анар жалғыз өзі барлық жұмысты атқаруына тура келді. Күн сайын күнде үйіне түнде келгенде шаршағаннан ұйықтап қалатын. Бірақ бір күні оның өмірі түбегейлі өзгерді. Сол бір күздің қараңғы жаңбырлы кешінде Анар орманнан отын алып келе жатқанда күтпеген жерден жолдың шетінде бір қызды көрді. Ол үстіне ақ көйлек киген, шашы ұзын және жалаң аяқ болатын. Қыз орманның жиегінде қимылсыз тұрды. Оның беті қараңғылықта анық көрінбеді. Жанар тоқтап, оған назар аударды. «Сен кімсің? Мұнда не істеп жүрсің?» деп сұрады Жанар. Қыз оған еш жауап бермеді. Тек баяу қозғалып, орманның ішіне кіріп кетті. Анардың бойын қорқыныш биледі, бірақ қызығушылық оған тыныштық бере қоймады. Ол қыздың артынан еріп, орманның ішіне кірді. Орман қою, қалың ағаштардан тұратын. Ал айналадағы қараңғылық әлдеқандай жұмбаққа толы еді. Қыз тереңге қарай жүре берді, бірақ оның жүрісі ерекше еді. Жер бетінде тимейтіндей сезілді. Кенет Анар жерге қарап, қыздың іздерін көрмек болды. Бірақ орманның дымқыл топырағында адамның табанының ізі емес, тек тұяқ іздері бар еді. Жанар қатты шошып, кері қайтқысы келді. Бірақ бойын әлде бір күш еркінен тыс басқарғандай болды. Қыз одан сайын орманның тереңіне қарай кетті. Ал Анар оның артынан еріп жүре берді. Орманның ішіне тереңдеген сайын ауа салқындай түсті. Айналадағы ағаштардың қабығы қабыршақтанып, ботақтары сарғайып, табиғат жансыздана бастағандай болды. Анар енді қайда кетіп бара жатқанын түсінбей қалды. Ол бір сәтке тоқтап, кері қайтуды ойлады, бірақ қыз кенеттен оған қарады. «Артқа қайтпа», деп күбірледі қыз суық үнмен. Бұл сөздер Анардың бойын қалдыратты. Қыздың даусы жаныңды суытып, денеңді мұздай тоңдыратын еді. Анар әрі қарай не істеу керектігін түсінбей тұрып қалды. Қыздың артынан жүре берсе, не боларын білмеді. Алайда бір сәтте оны біртүрлі қорқыныш кернеп, артқа қашуға ұмтылды. Осы сәтте қыз кенеттен тоқтап, оның қолынан ұстады. Оның қолы мұздай суық, жансыздай сезілді. Қыз Жанардың бетіне жақындап, жарқсыз көздері бет тесіле қарады. «Маған ер», деді қыз әлсіз үнмен. «Сен менің құтқарушым боласың. Мен осында мәңгілікке тұтқынымын. Бірақ сен мені құтқара аласың». Анар оның сөздеріне еш мән бермей қашқысы келді. Бірақ қыз оның қолын жібермей, күштеп орманның ішіне қарай сүйрей бастады. Айналадағы ағаштар алыстап бара жатқандай, уақыт пен кеңістік мүлдем өзгеше боп көрінді. Анар қатты қорыққан күйде қыздың артынан еріксіз жүре берді. Біраз жүргеннен кейін олар ескі, қираған үйге тап болды. Үйдің қабырғалары шіріп, төбесі құлап, қараңғы көлеңкелермен қоршалған еді. Үйдің айналасында ешқандай тіршілік белгісі жоқ, тек тұяқ іздері толып жатты. Жер адам сүретін, адам өмірді сүре алатын жерге мүлдем ұқсамайтын, тек тұяқ іздері. Анар өзінің енді қандай тылсым оқиғаның ортасында екенін түсіне бастады. Бұл үй бұрын ауыл адамдардың айтуынша шайтанның мекені ретінде танылған, бірақ оған ешкім бармаған, және онда не болғаны туралы ешкім нақты білмейтін. Қыз оны үйдің ішіне кіргізді. Ішінде шірік иіс мүңкіп тұрды. Айналадағы заттар сынған, шаң басқан еді. Үстелдің үстінде ескі кітаптар мен шырақтар қойылған. Қыз Анарға бұрылып, оның қолын қайта ұстады. «Мен осында құрбан болғанмын», деді ол.
Мен шайтанның құрбаны болдым. Ол мені өзіне айдап алып келді. Енді менің рухым тұтқында. Бірақ сен мені босата аласың. Сен мені құтқаруың керек. Анар қыздың айтқанына сенгісі келмеді. Бірақ одан шығып кетуге күші жетпейтіндей көрінді. Ол өз бойындағы барлық ерік-жігерді жинап, қыздан қолын босатып алды. Қыз қатты ашуланып, оның артынан ерді. Егер мені құтқармасаң, сен де осында қаласың. Сен де мен сияқты мәңгілік тұтқында боласың. Анар бар күшін жинап, үйден қашып шықты. Ол орманның ішінде жан ұшыра жүгіре берді. Бірақ артынан қыздың дауысы мен жынданып айқайлаған дыбыстар естілді. Тұяқтардың жерді басқан дыбысы одан сайын жақындай түсті. Анар не болса да қашуды жалғастыра берді. Ол артынан қарауға қорқып, тек алға қарай жүгіруден басқа еш нәрсе ойламады. Бір кезде ол орманның шетіне жетіп, ауылға жақындады. Бірақ дәл сол кезде артынан әлдебір суық қол оны иығынан тартып алды. Анар айқайлап жіберді. Бірақ сол кезде айнала кенеттен тылсым тыныштыққа оранды. Тұяқты қыз оның көз алдында еріп, көлеңкеге айналып жоғалып кетті. Анар үйіне жеткенде таң атып келе жатты. Ол енді бұл қорқынышты оқиғаны түсіндіре алмайтын, бірақ жүрегі қорқынышқа толы болды. Ол анасына бәрін айтып беруге тырысты. Бірақ анасы оның сөздеріне мүлдем сенбеді. Ауыл тұрғындары бұл оқиғаны естігенде оны түс көру деп қабылдады. Бірақ Анар енді ешқашан орманға бармады. Ол бұл оқиғадан кейін ұзақ өмір сүре алмады. Ауылдың қарттары бұл оқиғадан кейін тағы да тұяқты қыз туралы аңыздың шындық екенін мойындады. Олар балаларын орманға жібермеуді ескертті. Ал тұяқты қыз туралы аңыз ауылда мәңгілікке қорқынышты естелік болып қала берді.